Сонымен тіленші екі елдің дау-жанжалы, ердің құны, нардың бұлы сияқтыларды қара кесек, Төртуылдың билері бас қосып, бітім-тыным қылып, ел арасын тыныштандырып, жайландырады екен. Сонда қаракесектің биі тіленші, Төртуыл биі Шон би, екеуі бас қоспақшы болып, Шон би қаракесекке бет алып жүрмекші болып, Байдабол Тайкелтір бидің өрік деген тоқалынан туған Өтеп сақауда ала жүрейік деп барса, Өтеп кедейлікте қара қасқанның өзі екен. Тым-тоным жоқ деген соң Тайкелтір деген манкен байдың торы жорғасын алдырып, мінгізіп, шұға шекпенен алғызып кигізіп, алып жөнелді. Сонда Өтеп сақау айтыпты: алдынан буа сөйлейін бе, артынан қуа сөйлейін бе дегенде, Құдай рахмат қылсын, Шон би айтқан екен: артынан қуамын деп жүргенде жеткізсе жақсы, жалдырмай шығып кетсе қапы соғып қаларсың. Не болса да алдынан буа сөйле депті. Билер бас қосып сөзді бастағаннан-ақ Өтеп сақау ешкімге сөз бермеді. Тіленшінің аузын ашырмады. Сонда тіленші не дерін білмей: мынау өзі жағасы кір-кір, немен кім өзі депті. Сонда Өтеп сақау айтқан екен: көйлек кірі жуса кетер, көңіл кірі айтса кетер, сүйек кірі қайтса кетер дегенде, тіленші: менің сүйегімде не кір бар? Әкем Бек Болат, бабам Қазбек, бошанға Болат қожаға шейін шұбыртып сөйлегенде, сонда Өтеп сақау айтқан екен: әкең айсыз қараңғы түнде жер ошақтың басында көгеннің қасында жататын шеше сол мұқыра күн еді дегенде, тіленші сөз таба алмай Шонға айтқан екен: ай Шон-ай, мына сөзді беті быжынаған, құрты құржынаған жаманынан естіртпей өзін-ақ айтып тынсаң не етеді дегеннен басқа дәнеме айта алмапты. Сол Қазбектің ұрпағына кімсің дегенде, кішікпіз дейтіндері бар. Онысы біз Сұлымқарадан емеспіз дегені, кішік қатынның аты болса керек. Сұлымқарадан жирендіріп қойған Өтеп сақаудың сөзі болмаса, кімнен туғанын кім біледі?